Армысыздар, құрметті көрермен. Тараз қаласынан Саулықтың сыры бағдарламасы. Мен Тахир Сұлтан. Арнаны ауыстырмаңыз. Өйткені қызық сұхбат сіздерді күтуде. Медицина саласының маманы болған әке, мен сізден сұрап отырған. Бар ғой ондай нәрсе? Әрине, постоянно бізді бақылап тұрады. Телефонды алмадыңыздар, кейде жұмысты ала алмай қаламыз ғой. Өзгерістерді айтты ма сізге? Мен қасында жүрмін мен. Енді көрген басқа, адам сезінгені басқа. Оны сезінгеннен кейін оны мен мысалы айтамын. Ағамыз біраз жинап тастапты. Не қылғансыз, дұрыстап қарамайсыз ба? Айымгүл есімді апайымыздың үйінеміз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Тамаша. Біздің саумалды ішіп жүрсіз ғой? Әрине. Шынымен ішіп жүрсіз? Шынымен. Саусағыңыз битпегенге қарағанда, шынымен ішіп жүргеніңіз рас екен. Менде артроз артрит, шынымен ішіп жүрмін. Артроз артрит дейсіз. Енді жас адамдарда да ондай не бола ма не? Болады. Жас талғамайды негізі. Жақсы, ендеше толығырақ айтып берсеңіз. Қашаннан бастап осы артроз артрит деген осындай... Мен артроз артритпен ауырғаныма 10 жылдан асты. Мен осы сіздердің передачаны үзбей көремін. Содан жолдасым екеуміз қоңырау шаламыз деп шештік. Прямой эфирге қоңырау шалдық. Сөйтіп, осы саумалды алып ішіп нәтижесін көрейік дедік. Сөйтіп, жаңағы жылдан бізге жеткізіп берді. 16 декабрь уже біз 17 күн бастап кеттік. 12 құтысын алдық. Сабыны бар, комплектация бәрін алып. Аллаға шүкір, жолдасымда давление етін, гипертензия, 240-тан түспейтін давлениясы. Одан кейін ол кісіде жировой гепатоз етін. Аллаға шүкір, ол үзбей, как Сәуле ханым бізге хабарласып тұрады апта сайын, жағдайымыз сұрап. Сіздердің өздеріңіздің жеке мамандарыңыз? Аға, жеке. Бәрімізге ақпарат беріп тұрады, результат нәтижені сұрап тұрады. Сонымен жолдасында давление көтерілмейді вообще. Бір қалыпты 140 қазір. Сахыры өзі келемей қалу командировкаға кетіп. Қазір сахыры 8-9 сондай. Жақсы. Біздің енді неосомалды ішкеннен кейін барып тексерілдіңіздер ме? Қан құрамы тексерілді? Біз өзімізде глюкометр бар, үйімізде тонометріміз бар, тексеріліп тұрады. Өзі учетта болғаннан кейін барлық нелерін алып, өзі тексеріп, өзі біледі уже. Жақсы, демек расында ораза кезінде де біз ішті үзген жоқпыз саумалды. Ағамыз біраз жинап тастапты. Не қылғансыз, дұрыстап қарамайсыз ба? Өзіңіз тек артрит пен артроз ғана, ағамызға бәрін менде зоб бар еще. Сұраған сайын бір нәрсе шығып жатыр. Енді зоб, ол йод тапшылығы. Зобпен ауырғаныма бір 3-4 жыл болып қалды, 4-ші жыл. Менде узловой зоб. Маңдай болып ісіп тұратын, мойнымда кәдімгідей сезілетін. При глотании жұтқан кезде бірдеңке мешать етіп тұратын. Ол ондай не қазір кетті. Уже узелдарымда кішірейіп жатыр. Мен контрольный УЗИ істегенмін. Негіз бүгін алып келем деп едім оны. Жұмыстан келдім ғой мен. Сонымен алып келе алмадым. Бірақ өзім сеземін жақсы болып жатқанымды. Уәде бересіз ба сол нәтижесін, яғни қорытындысын бізге жіберуге беремін. WhatsApp желісі арқылы жібересіз. Өзіңізге тоқталайықшы, өзіңіз ішкеннен кейін, мынау енді артроз, артрит деп жатсыз. Қандай өзгерістер болды? Менде мазалайтын, қақсап ауыратын түнгі уақытта. Сол қақсап ауырғаны шамалы қойды. Белімде грыжа бар. Ол да талып тұратын. Ол ауру да азайды. Мінекей қалай көріп тұрғандарыңыздай, уже кішкене каблук киемін. Тойға барамын деп қойсаңыз? Тойларға барамын, жақсы, Аллаға шүкір. Құрметті көрермен, егер сізде денсаулығыңызға байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, менде Айымгүл ханым сияқты каблук киіп тойға барамын деген ойыңыз, ниетіңіз болса, онда төменде көрсетілген нөмірлер сіздер үшін жұмыс жасайды. Дәл қазір телефонды алып қоңырау шалыңыз. 10% жеңілдікке ие болатыныңызды айтқым келіп отыр. Сонымен қатар көпбалалы отбасыларға, зейнеткерлерге, ерекше балалар бар отбасыларға да арнайы жеңілдіктеріміз қарастырылған. Және қоса кетейін, бізде банк қосымшасы арқылы да төлеуге болады, бөліп төлеу функциясы да қарастырылған. Айымгүл ханым, енді жолдасыңыз енді қазір былайша айтқанда жұмыс сапарымен басқа қалада, басқа жақта жүр. Демек, денсаулығы жақсарды. Жақсарды. Айтты ма сізге, бір рахметін айтты ма? Өзгерістерді айтты ма сізге? Мен қасында жүрмін мен. Енді көрген басқа, адам сезінгені басқа. Оны сезінгеннен кейін оны мен мысалы айтамын. Маған сен алып берген аяқ киімің сондай күшті, ана шұлықты шешкім келмейді. Бір апта болды, осы алып берген носкиді әлі киіп жүрміз. Айтады, мен нәтижесімен бөлісіп отырады. Мынау
керемет саумалым деп ол жүрген жерінде қонаққа барса тастамай алып жүреді. Машинаға біреуін сап қояды. Үзбейді ол, үзбей ішеді. Екеуміз енді бітейін деп қалды уже. Бітейін деп. Аха, бір-ақ несі қалды. Бір Бір құтысы қалды. Енді не істейсіз? Екеуден, үшеуден, бірінші кезде біреуден бастадық қой. Схемамен ішіп жатырық қой. Яғни біздің кеңесшілердің айтуы бойынша, айтып берген несі бойынша ішіп жатсыздар. Сәуле ханымға рахмет, иә, постоянно бізді бақылап тұрады. Телефонды алмадыңыздар, жұмыста аламай қаламыз ғой. Ұрса ма? Неге алмады? Жоқ, ұрыспайды. Неге телефонды алмадыңыздар, хабарласып едім деп айтады. Сен жұмыста болып қалдық, енді айып етпеңіз деп өзім шығам кейде. Біріншіден мен осы теле хабарламаға сізге алғысымды білдіргім келеді. Үзбей көріп отырам осы теле бағдарламаны. Өте керемет өнім, бұл табиғи өнім болғандықтан біз алып ішуді ұйғардық. Сертификаты бар. Үнемі тыңдап, үнемі осы саумал жайында біз құлағымыз елеңдеп тыңдап отырамыз. Сәуле ханымға көп рахмет. Бізді апта сайын, аптасына 2 рет даже бізді бақылап, бізге схемасын көрсетіп, бір өзгерістер болды мағзаларыңызда деп сұрап тұрады. Бірінші ішіп жүргенде болды ғой енді. Не болды? Айтыңызшы. Бірінші ішіп жүргенде ішімізді жүргізді. Жидкий стул болды, сондай болды. Жолдасынан сұрап қоям, сенде не болды деп. Менде пока нормально деп қояды. Әсер етіп жатыр онда. Бірінші кезде кішкене қоздырады деді. Одан кейін бір 2 аптадан кейін ба ол нелердің бәрі басылды, симптомдар. Кейін кәдімгідей уже бір қалыпты неге көштік. Басында біреуден 1 мезгіл іштік. Одан кейін біреуден 2 мезгіл іштік. Жақсы, өте жақсы. Қазір сіз 3 мезгіл бір капсуладан ішесіз, бір-біреуден. Иә, бір-біреуден ішеміз. Осы режимді бұзбау керек. Бізді қазір көріп отырған көрермендерге де осыны айтқым келеді. Сондай-ақ біздің саумалдың құжаттары бар. Онымен толықтай танысыңыздар. Тексерістен өткені Қазақстан пульмонология орталығының зерттеуі бар. Яғни барлық құжаттарын толықтай қарап оқып шығу керек. Айымгүл ханым, сондай-ақ сіз көріп басқа біздің кейіпкерлерімізді, яғни тұтынушыларымызды көрген кезде бір ойыңызда сондай бір болды ма? Мына нәрсені де айтса болады ғой, мынау да бар ғой, мен мысалы ішіп жүрмін, қабылдап жүрмін, менде мынандай өзгерістер болып жатыр. Мынаны қап бізге келсе мен осыны айтар едім деген сондай бір бар ма ойыңызда жүрген? Әрине. Мен өзім медбике болып жұмыс жасаймын. Пациенттеріме айтамын, например, өзімнің әпкем бар. Оған ол кісіге де айтамын, алып ішем, Алла қаласа деп жүр, енді өзі бір шөп терапия қабылдап жатыр. Осының нәтижесін көрейін, одан кейін міндетті түрде алып ішем деп отыр. Пациенттеріме де айтып жатырмын, міне сахар жолдасымда осындай болып түсті. Мен артрозымын көріп жатсыздарға жүгіріп жүрмін жұмыста. Потому что нәтиже көргеннен кейін айтасың ғой, нәтиже көрмесең үндемейсің. Нәтиже көргеннен кейін оны айту керек, бөлісу керек. Ағзадағы қалып қалған шлактарды шығару үшін бұның әсері зор. Негізі шлактардан тазартады. Иә, мынау көбінде айтып жатады ғой, мынау менде аллергия басталады, мынау сезон сайын, яғни мезгілдік аллергия болады ғой. Біреу қайта-қайта түшкіреді, құлағы естімей қалады, мұрны бітеледі, көзінен жас ағады. Ол мынау ішек жолдарының микрофлораның, иә, соның бұзылуына байланысты көбінде адамдар осындай түшкіреді, немесе құлағы, мұрны бітеледі, көзінен жас ағады деген сияқты. Ол рас қой? Рас. Сіз енді осы саланың, яғни өзіңіз медицина саласының маманы болғаннан кейін мен сізден сұрап отырған. Бар ғой ондай нәрсе? Әрине. Құрметті көрермендер, төменде көрсетілген нөмір сіздер үшін қызметте. Біздің орталықтың мамандары сіздердің қоңырауларыңызға жауап береді. Қоңырау шалыңыздар, тапсырыс берем десеңіздер, мархабат. Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Біз құрылу келген жоқпыз. Сізге арнайы Алматыдан алып келген сыйлығымызды табыстайын. Мынау сізге ақ орамал. Ой, қандай күшті. Ақ жаулық. Орамал том болмайды, күшті, бірандай трасса жол болады дейді ғой. Мынау сізге BB Partners компаниясы ұсынған Нео саумалдың 3 құтысы. Бұл Қазақстандағы нөмір 1 өзіміздің отандық өнім. 90 капсула болады. Осыны алып ішіңіздер, иә. Керемет өнім. Иә, осы саумалдың арқасында мен Аллаға шүкір денсаулығымызды түзеп жатырмыз. Пайдасы өте зор деп айтар едім. Қазақтай асқақ ел барда, саумалдан асқан ем бар ма? Төменде көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. Келесі жолы сіздің үйіңізден табыларымыз мүмкін. Сау болыңыздар. Саулықтың сыры бағдарламасы, мен Тахир Сұлтан, Қызылорда қаласындамыз әлі. Қызылорда қаяқтан нады қайта-қайта. Так, Тараз қаласы кеткен.